Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында болды. Онда автокөліктерді тіркеу және жүргізуші куәлігін беру ісін қалалық мамандандырылған орталыққа өткізу жұмысының барысымен танысты. Сонымен қатар президент Алатау ауданында орналасқан нөмірі 180-ші жаңа мектепті аралады. Алматыдан арнаулы тілшіміз Мұхтар Ибраим әңгімелейді. Алатау ауданында орналасқан мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы автоматтандырылған жүйе бойынша қызмет жасайды. Жүргізуші куәлігін беру ісі де осы орталыққа жүктеліп отыр. Президент орталықтың тіршілігімен танысты ең әуелі. Жетеді осы қалаға. Жетеді. Машинаны сатып әкелу, расстановка, мына жерге келіп машинаны тексерту, водительдің кім екенін білу, машинаның қайдан шыққанын білу, автодромда барып көшенің правиласын біледі, оған гаидің адамдары тұрып қарайды, солай ғой. Барлығы осы жерде бітеді, ешқандай чиновниктермен контакт деген жоқ. Бұл еліміздегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының екіншісі болып табылады. Алғашқысы Қарағандыда өткен жылдың желтоқсан айында ашылған болатын. Оның ерекшелігі кез келген адам автокөлігін 1 сағаттың ішінде тіркей алады және емтихан тапсырып, жүргізуші куәлігін 2 сағаттың ішінде алуға болады. Бұл тұрғындарды қағазбастылықтан арылтып, уақытын үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Енді бұрынғыдай әр мекемеге сабылып жүрудің қажеті жоқ дейді мамандар. Барлығы бір орталық ішіне топтастырылған. Орталықта жол қозғалысы ережелері бойынша да емтихан тапсыруға болады. Ол үшін автоматтандырылған автодром салынды. Электрондық жүйе емтихан тапсырудың барлық кезеңдерін белгілеп отырады. Тіпті емтихан тапсырушының көлікті басқару шеберлігі де осы электрондық жүйемен бағаланбақ. Енді дәл осындай орталық Алматыда да жұмыс жасайды. Алматы қаласы түгелмен қамтығанда 1000 адамға дейін күніне 1000 адам қызмет алуға мүмкіндік бар осында автомат түрде. Орталықта бір мезгілде 14 көліктің агрегатын тексеру мүмкіндігі бар пункт. Аумағы 1 гектар болатын автодром, 500 көлікке есептелген автотұрақ бар. Орталық ғимаратта бірнеше реттеу залдары, емтихан тапсыруға арналған бөлмелер мен куәліктерді әзірлеуге арналған кабинеттер қарастырылған. Ең бастысы сыбайлас жемқорлық қылмысына жол берілмейді. Нұрсұлтан Назарбаев болашақта мұндай орталықтар Астана мен Алматы қалаларында да ашылатындығын айтты. Мен 4 регионда осындай соң жасауды тапсырған бердім. Алматыда, Астанада, Ақтауда, Қарағандыда. Соны көрейін деп келдік. Бір кісі келеді, өшеден машинасын оформлять етеді, дұрыс екенін біледі, жолдың тәртібін көрсетеді, білімін көрсетеді, правасын алады да бере береді. Бірақ жердің ішінде 1 сағаттың ішінде. Халыққа өте жағдай жақсы болды. Чиновникпен кездесудің мәселесі азайды. Сондықтан өте дұрыс шешілген мәселе деп санаймыз. Ресми ақпарат көздеріне сүйенсек, былтыр Алматыда 120 000 автокөлік тіркеуден және қайта тіркелуден өтіпті. Енді жүргізушілердің басым көпшілігін осы мамандандырылған орталық қабылдайтын болады. Бүгіннің өзінде бірнеше көлік иесі жаңа куәліктері мен көлік нөмірлерін алып қайтты. Қайдан келдіңіз? Алматы қаласының тұрғынымыз. Жетісу ауданының. Мынау қайсы, ескісі ме? Ескісін алып қалып, жаңасын беріп жатыр орында. Бұны оқыласың ба? Соғында Алматы тұрғынысыз. Алматы қаласының тұрғынымыз. Біздің келуін 4 сағаттың ішінде бәрін бітіп бердік. 4 сағаттың ішінде? Иә. Қайсы енді? Нөмірің қайда, нең қайда? Рахмет. Бақытты бол. Нұрсұлтан Назарбаев Шаңырақ 5 ықшам ауданында орналасқан жаңа мектепті де аралады. 1200 орындық оқу ордасының жалпы көлемі 8600 шаршы метрді құрайды. Мектеп қажетті мультимедиялық және компьютерлік техникалармен жабдықталған. Оқушылармен кездесу барысында президент болашақта Алатау ауданы үлкен өндірістік аймаққа айналатынын айтты. Қалашықты саламыз әдейі, соның кейін ол студенттердің жатақханасы болып қалады. Университеттерде, өндірістерде осыларға көшеді. Ең бастысы оқу орны жергілікті аудан мектептеріндегі тапшылық мәселесін айтарлықтай жеңілдетті. Оның үстіне заманауи деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан оқушылардың білімге деген құштарлығын еселете түскендей. Бұрын осы ауданда тұрғанымен Ұлжанға барып оқитын, қазір бұл жерде мектеп ашылды жаңадан. Қиын емес келу, жақын әрі ыңғайлы. Бүгін алғашқы күн маған мектеп өте қатты ұнады. Жаңа техника, жаңа порталар, бәрі көңілімнен шықты. Келешекте Алматының 20%-ға жуық тұрғындары Алатау ауданында тұрады. Мұнда өндіріс пен әлеуметтік нысандар бой көтеріп жатыр. Шаһар басшылары президентті қала мен ауданның дамуы жайлы хабардар етті. Мұнда 2017 жылы өтетін қысқы студенттер спартакиадасының көптеген спорт кешендері мен мәдени орталықтарда салынбақ. Мұхтар Ибраим, Еділ Ермекбаев, Ардақ Айбарұлы, Бақтыбай Шаханов. Хабар Алматыдан президент телерадио кешенінің көмегімен.